Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен пельмень мен фрикаделькеге заготовка әзірлейтін боламыз. Уақытыңызды үнемдейді, міндетті түрде істеп көріңіздер. Фаршты аламыз. Осы фаршты қалауымызша тұздаймыз және де дәмдеуіштер салатын боламыз. Бұрыш саламыз және міндетті түрде жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа болмаса фаршыңыз бір-біріне жабыспайтын болады, бытырап кетеді. Міне дәл осылай жасаймыз барлығын видеодағыдай. Енді жақсылап араластырамыз. Міне жақсылап араласқан соң қолымызбен осылай дөңгелек жасаймыз. Бұл бізде фрикадельке. Кез келген тамаққа қосып, сорпа да, второйға да тамақтар пісіре берсеңіздер болады. Енді қалғанынан тефтели жасайтын боламыз. Аздап күріш қосамыз. Фаршыңыздың көлеміне байланысты. Менің фаршым аздау болғандықтан шай касенің түбінде ғана күріш қостым. Жақсылап араластырамыз. Және дәл осындай дөңгелектейтін боламыз. Міне дайындап болдық. Егер сіз жұмыста жүрген ана болсаңыз, бұл сіздің уақытыңызды үнемдейді және де тамақ жасаймын деп шаршамайтын боласыз. Сондықтан міндетті түрде осылай дайындап қойыңыз. Осыны морозилкаға салып қатырамыз. Және де қатқаннан кейін жинап аламыз да салафанға салып қоятын боламыз. Қалаған уақытыңызды алып пісіре берсек болады. Болмаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.